Сәлеметсіздер ме, құрметті комиссия мүшелері. Мен 9 А сынып оқушысы Тамыз Education мектебінен, атым Жақашбаева Кербес болады. Ғылыми жетекшілерім Асқарбаева Құралай және де Сәрсенова Индира. Менің бүгінгі тақырыбым ол тоған сулардың ластануы мен желбезектерді биомаркер ретінде қарау. Жұмыстың өзектілігі неде? Бүгінгі таңда айналадағы ортаны қорғау, экологиялық проблемалар бүкіл адамзатты толғандырып отыр. Осыған байланысты күннен күнге суға деген қажеттілік арта отыр. Бірақ лас ағынды сулардың көбеюіне байланысты су қорларына үлкен қауіп төнуде. Ал сондай су қорларының бірі Сорбұлақ көлі болып келеді. Ол Алматы қаласында өндіріс пен шаруашылық арқасында пайда болған жинақтаушы резервуар болып келеді. Ол жердегі судағы тіршілік ететін жануарларға үлкен қауіп төнуде. Оның дамуына, көбеюіне ыңғайлы емес, белсенді емес су. Сондықтан да мен балықты биомаркер ретінде алдым. Биомаркер ол бізде зиянды факторларды, яғни судың қандай лас екенін көрсете алады. Менің жұмысымның мақсаты ол әртүрлі және көп деңгейлі антропогендік әсер ету жағдайындағы балық желбезегінің қандай өзгеріске ұшырағанын, қандай ол жердегі патологиялық құрылымдар өзгергенін көре аламыз, және оның реакциясын зерттеу болады. Және де тәжірибенің әдістемесі визуалды тексеру. Жаңа ауланған балықта ол сазан балығында орындалған болатын. Бұл бізде балықтың желбезегі болып келеді, бірақ балықтың желбезегін қарағанымен біз адам көзімен ол жердегі қандай патологиялық өзгерістер болғанын көре алмаймыз. Сондықтан да біз микроскопиялық әдісті қолданамыз. Ал микроскопиялық әдісті қолдану үшін біз гистологиялық препараттарды жасау техникасын өтеміз. Яғни гистологиялық кесінділер. Гистологиялық кесінділер қалай өтіледі, қалай жасалады? Гистологиялық кесінділерді бірінші жасаудан бері біз балық желбезегімізді кесіп, оны кескеннен кейін мен 10 күн бойы 5-5 сантиметрде 10% формалинде бекіткен болатынмын. Ал бекіткеннен кейін оны ағынды суда жуу керек. Бірақ ағынды судан жуу бұрын оны марляға орап, оны судың астында бірнеше сағатқа қоямыз. Ал судан кейін оны сусыздандыру техникасы кетеді. Сусыздандыру дегеніміз не? Ол 70% эталоннан 96% эталонға дейін әр спиртте бірнеше минуттан сақтау. Ал келесі ол парафинмен тығыздандыру. Парафинді тығыздандыру бұрын парафинмен хлороформ қосындысын істейміз. Хлороформ қосындысын істегеннен кейін біз 37 градустық термостатқа 3 немесе 6 сағатқа оны бекітеміз. Келесі ол парафиннен 1-ге дейін, парафиннен 3-ге дейін әрбір парафинде бірнеше минуттан тұрады. Парафиннен тығыздандырып біткеннен кейін біз одан 5-7 ангстрен кесінділер жасау керекпіз. Бірақ одан бұрын біз оны ағаш блогына бекітеміз. Және де микротом препаратымен, осы микротом препараты арқылы біз гистологиялық кесінділер жасай аламыз. Гистологиялық кесінділер жасап біткеннен кейін біз оны суға саламыз. Яғни ол жердегі препараттар дайындалып біткеннен кейін біз оны алып, оны бояу керекпіз. Бояудағы мен гематоксилин мен эозин бояуларын қолданған болатымын. Және де оны жабын әйнекпен жапқан болатымын. Сосын оны микроскопиялық әдіспен, ол жердегі микроскоптың жарығымен біз қандай гистологиялық өзгеріске ұшыраған балық желбезегін көре аламыз, және де қалыпты балық желбезегі. Бұл менің өзгеріске ұшыраған балық желбезегім болады. Бұл жерде біз ламелалардың ұлғаюын және де шоқпар тәрізді инфильтрацияға ұшырағанын көре аламыз. Ол келесі осы слайдта болып келеді. Келесі мен байқаған нәтижем ол бізде вакуольденуі, яғни біздің ламелаларымыз және оның ұштары кеңейген және де вакуольденген болатымын. Ал қалыпты жағдайда олар өте жіңішке тәрізді болып келеді. Ал келесі ол бізде некробиоз. Яғни некробиоз дегеніміз не? Ол балық желбезегінің ядроларының некробиозы мен пикнозы. Некробиоз дегеніміз ол жеке жасушалардың өлімі. Және де ол диффузияланды, яғни кеңеюі, яғни ұлғаюы. Енді қорытындыға келсек, бізде қорыта келе биомаркерлер қолдану тиімді болып келеді. Және де біз ол жердегі сыртқы ортада қандай өзгерістер болғанын көре аламыз. Балық желбезегі арқылы біз судың қандай лас екенін, және де ол жердегі балық тіршілігіне, суда тіршілік ететін жануарларға қолайлы белсенді емес су екенін біле аламыз. Және де ол жердегі әртүрлі регрессивті өзгерістер ағзаның қызметтерін шектейтінін біле алдық. Ал одан бұрын биомаркерлер тек қана біздің
биологияда емес, биомедицинада да қолдана аламыз.